Қайырлы күн, құрметті оқырман. Сіздермен бүгін мясо французский жасағым келіп тұр. Өте сүйікті біздің отбасымыздың ең жақсы көретін тағамдарымыздың бірі. Ол үшін алдымен тартылған етімізге пияз чесногымызды, тұз бұрышымызды дәміне қарай қалаған бұрыштарыңызды қосып араластырсаңыздар болады. Одан кейін табамызды жақсылап майлап алыңыздар. Одан кейін кезекпен пиязымызды саламыз. Пияздың бетіне майонезімізді жағып, картошкаларымызды осылай жіңішке етіп турап, бетіне картошкаларымызды орналастырамыз. Одан кейін майонезімізді жағып, тартылған етімізді саламыз. Одан кейін қайтадан майонезімізді жағатын боламыз. Сосын ең соңында картошка салып, тұз бұрышын салып, қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып, ең соңында помидор қызанақтарымызды салып, жақсылап майонезімізді бетіне жауып шығамыз. Одан кейін пеште 180 градуста 45-50 минутқа қалдырыңыз. Ең соңында піскеннен кейін бетіне сырымыз салып 1-2 минутқа қалдырыңыздар. Осылай біздің мясо французскийіміз дайын болды. Ас болсын. Егер қазақша каналдың дамуына үлес қосқыңыз келсе, жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.